Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Жаңаталап орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бөлім 2 таңбалы сандар. Сабақтың тақырыбы 0-ден 10-ға дейінгі сандар, 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Толық ондықтар 100 саны. 2 сынып математика. Бастауыш сынып мұғалімі Рахымбаева Аяулым Нұржанқызы. Оқу мақсаты 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну, 100 көлемдегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау, 2 таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру. 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіне алады, 100 көлемдегі сандар тура және кері санап, натурал сандар қатарындағы орнын анықтай алады, 2 таңбалы сандарды оқып, жазып, салыстыра алады. Санның разрядтарын қатесіз айтып, сандарды дұрыс салыстыра алады. Барлық тапсырмаларды қатесіз орындай алады. Бағалау критерийлері есептердің түріне байланысты оларды шығару тәсілдерін таңдайды. Сендер суреттен нені көріп тұрсыңдар? Қандай сандар жазылған? Жазғы демалыста Әлия мен Сырым лагерьде демалды. Суретке қара және сұрақтарға жауап бер. Балалар 2 командаға бөлінді. Бірінші командадағы балалар 12, 14, 16, 18, 20 нөмірлерін тақты. Қандай заңдылықты байқадық? Ал егер екінші командадағы балалардың нөмірлері 11 мен 20-ның арасындағы сандар болса, онда олардың нөмірлері қандай болатын айт дейді. Нөмірлерді өсу және кему ретімен атаңдар. Ал бірінші командадағы балаларды өсу ретімен айтып көрейік. 12, 14, 16, 18, 20. Ал енді балалар кему ретімен атайықшы. 20, 18, 16, 14, 12. Ал екінші командадағы балалар 11 мен 20-ның аралығында сандар болса, онда олардың нөмірлері қандай болатынын айтыңдар дейді. Ал өсу ретімен санап көрейік. 11, 13, 15, 17, 19. Енді кему ретімен атап көрейік. 19, 17, 15, 13, 11. Жарайсыңдар балалар. 2 таңбалы сандар ондықтар және бірліктер разрядынан тұрады. Осы сандардағы ондықтар мен бірліктер санын айт. Балалар лагерьде маусымның 1-нен 20-сына дейін демалады. Олар ашық және бұлтты күндерді белгілеп отырды. Ашық күндерді білдіретін сандарды өсу ретімен, ал бұлтты күндерді білдіретін сандарды кему ретімен ата. Ашық күндер 1, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20. Ал сендерде дәл осылай болды деп ойлаймын. Бұлтты күндер 16, 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2. Жарайсыңдар балалар. Тапсырма түсінікті болса, ширату жаттығуларын жасап алайық. Қолдарыңды көтеріңдер бірдейік. Көп отырып, қатты шаршап жүрмейік. Қолды создық, басты бұрдық 2 деп. Қозғалыспен әрбір адам жетіледі. Алға артқа қарадық та 3 дедік. Тағы жаңа жаттығулар істедік. Түсірейік қолды 4 пен 5 айтып, отырайық көңілді енді марқайып. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Үйірме жұмыстарының басталу уақытын анықта. Бірінші суреттен қандай үйірмені көріп отырмыз балалар? Дұрыс айтасыңдар. Жүзу. Жүзу үйірмесі сағат нешеде басталады екен? Әрине, сағат 9-да басталады екен. Екінші үйірмеміз күрес үйірмесі. Сағат 10-да басталады екен. Үшінші үйірме футбол үйірмесі. Сағат 11-де басталады екен. Төртінші үйірме гимнастика. 12-де басталады екен. Бесінші үйірме әрине балалар, дұрыс айтасыңдар. Велосипед үйірмесі. Велосипед үйірмесі 18:00-де басталады екен. Алтыншы үйірме теннис үйірмесі. Кешкі сағат 20:00-де басталады екен.
Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Ендеше екінші тапсырманы назар аударайық. Спорт жарысына 20 ұл және 30 қыз қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Бұл қандай есеп, балалар? Есімізге түсіріп көрейікші. Бірінші сыныпта өткен болатынбыз, солай ма? Әрине, балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл шартты есеп. Шартты есепті шығару үшін ең бірінші шешуін шығарып аламыз. 20 саны 30 санын қосқанда 50 сан шығады. Өте жақсы. Жауабы жарысқа барлығы 50 бала қатысты. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасын алайық. Үшінші тапсырмада есепте дейді. Яғни қосу және азайту амалдары берілген. Дәптерімізге жазып есептейміз. Төртінші жаттығуда салыстыр. Үлкен және кіші таңбаларын қойып салыстырамыз. Дәптерімізге жазуды ұмытпаймыз. Сабақты жақсы түсінгендеріңді анықтау үшін бағдаршам әдісін қолданамыз. Қызыл түсті көтерсек, мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл күйім жоқ дейді. Егер сары түсті көтерсек, көңіл күйім жақсы, сыныптастарымның көмегімен тапсырманы орындадым. Ал жасыл түсті көтерсек, мен бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын. Менің көңіл күйім тамаша. Сабаққа белсене қатысқандарыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.